Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Наддараллаху мраан сами'a минна шай'ан фабаллағаху кама сами'a. Бізден бір нәрсені естіп, оны естігендей өзгеге жеткізген адам бар ғой. Алла соның жүзін ағартсын. Алла соның жүзін нұрландырсын. Фарубба мубаллағин ау амин саби'ин. Кейде естіген емес, жеткізілген адам одан гөрі жақсы түсінеді оны. Түсіндіңіз ба пайғамбарымыздың сөзін? Бір кісі сахаба бар, пайғамбарымыздан естіген. Бірақ оны барып кімге жеткізіп отыр? Бір табиғинге жеткізіп отыр. Сол табиғин пайғамбарымыздың сахабадан артық түсінеді мәселені. Түсіндіңіз ба? Бұндай оқиғалар біздің тарихымызда өте көп болған, ислам тарихында. Мәселен, Шурайх деген қади болған. Шурайх қади, табиғин атақты. Бір кісі ұлымды бауыздаймын деп ант ішкен. Ұлымды бауыздаймын деп ант ішкен, нәзір еткен. Бұл мәселе Абдулла ибн Аббастан сұралған кезде, радиаллаху анху не деген, антын бұзса, ұлын бауыздамайтын болса, онда ол не қылу керек? 100 түйе құрбандыққа шалу керек деген. Антының өтеуі ретінде. Дәл осы мәселе Шурайхтан сұралған, радиаллаху анху табиғидан. Шурайх не деген? Бір қой шалынады деген. Неге дегенде, не деген? Оның баласы Исмаилдан артық емес деген. Ибрахим Исмаил шалам деп барған, сол кезде көктен Құдай бір қошқар түсірген. Не деген? Оның баласы Исмаилдан емес, ешқандай артық емес деген. Абдулла ибн Аббасқа айтқан, анау Шурайх солай деп жатыр деп. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху не деген? Шурайх дұрыс айтады деген. Әңгіме не туралы болып отыр? Әңгіме естігеннен гөрі жеткізілген адам, хабар жеткізілген адам оны артық не істеп тұр? Түсініп тұр. Бұндай оқиға өте көп. Мәселен, Суфиян ас-Саури радиаллаху анху өзі риуаят етіп жүрген нәрсенің мағынасын Абу Ханифадан келіп сұрайтын болған, рахимахулла. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің міндетін ары қарай жалғастырған адамды Алла жүзін ағартсын деп дұға еткен. Бағана талап еткен, бір аят болса да жеткізіңдер деп айтты, бәлдиғу анни уәләу ая деп айтты. Мұнда Алла оның жүзін нұрландырсын деп не қылып жатыр? Дұға етіп жатыр. Сондықтан сіз бен біз бұл іске не қылуымыз керек? Шындап кірісуіміз керек. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхуға, сахаба Алиге бүйтіп айтқан: сен арқылы Алла тағаланың бір адамды тура жолға салуы сенің бәленше қызыл түйеге ие болуыңнан хайырлы, артық деп айтқан. Сізге түсінікті болу үшін айтайын. Қызыл түйелер деген сөз қазіргі джиптер олар. Біздің тілмен түсінікті болу үшін айтайын, олар джиптер. Сол бәленше джипқа ие болғаныңнан гөрі Алла тағаланың сен арқылы бір адамды тура жолға салуы соған иелік етуіңнен артық деп айтқан. Себебі сіз бір адамды тура жолға салсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде айтады: кім деген біреуді тура жолға салса дейді, тура жолға салса, сол хидаятқа түсірген адам бар ғой, сол хидаятқа салған адам өзінің соңына ерген адаммен бірдей сауап алады. Екеуінің сауабынан ешнәрсе кемімейді. Яғни, мысалы сіз бір кісінің мұсылман болуына себепкер болсаңыз, оның жасаған бүкіл амалының сауабы сізге не қылып тұрады? Барып тұрады. Тоқтамастан. Қияметке дейін. Ол адам оларға баласына үйретеді, інісіне үйретеді, сөйтіп бұл бір-бірімен ести береді, жалғасып кете береді. Ешбір мұсылманның баласы біреудің кәпір болып, мүшрик болып өтуіне разы болмау керек. Болмайды олай. Бір мұсылманның олай болуы мүмкін емес. Кәпір ғой, жүрсе жүре берсін деп айтуға болмайды. Сол күпірлігімен өлуіне разы болуға болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдар неге мұсылман болмайды, адамдар неге мұмин болмайды деп жанын жейтін болған өзі. Алла сол үшін не деген Құран кәрімде? Лааллака бахиғун нафсака алла якуну муъминин. Адамдар мұмин болмайды деп сен өзіңді өзің жеп қоятын секілдісің ғой. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әрбір
бір адамның болса да хидаятқа келіп мұсылман болуыны еш нәрсені аямайтын болған. Дүниені де, уақытты да, күшін де, қайратты да, жігерді де еш нәрсені аямайтын болған. Біздің қазіргі таңдағы ең үлкен кемшілігіміз сол. Біз не қылмаймыз? Айтпаймыз. Айтпаған соң бұл іс жүре ме? Жүрмейді. Кейбіреулер әлі күнге таң қалады. Шариғаттың нелерін білмейді, қарапайым мәселелерін білмейді. Себеп айтылмаған. Әркім өзінің мөлшерінде айтуы тиіс. Сіз үйде отағасы болсаңыз, Құран кәрімнің бетін бір ашып, бір 3 аят оқып бердіңіз ба? Алла осылай деп айтып жатыр деп айттыңыз ба? Бала-шағаға. Өзің оқып түйгеніңді айттың ба? 3 аят деймін, 3 аят. Бір Ихлас сүресіндегі мазмұнындағы таухидты, бір Ихлас сүресі, кішкентай ғана сүре ғой. Ихлас сүресіндегі таухидтың мазмұнын балаңызға сіндіре білдіңіз ба? Ихлас сүресі қиын емес. Ей Мұхаммед, Алла жалғыз деп айт. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес деп айт. Ол туылмады. Оның ешбір теңдесі жоқ. Соны балаңыздың санасына сіңіріп көрдіңіз ба? Одан кейін ренжисіз, бала айтқан тілді алмайды деп. Себебі айтпағансыз. Айтпаған соң тіліңді алмаса не қылма? Ренжіме. Бір әшейін Фалақ сүресіндегі, Нас сүресіндегі Алла тағалаға барша жаманшылықтан сыйыну керектігін үйреттіңіз бе? Мазмұны қандай? Ол кішкентай балаға, 7 жасар балаға бір айтсаңыз өмір бақи жадынан шығармайды. Ол сүрені жаттап алады. Әлгі Фалақ пен Насты. Фалақ пен Нас сүресін. Себебі бала білет жаманшылық деген нәрсені. Жамандық деген нәрсені білет. Көз тию, анау мынау деген нәрсені ұғады, ол ұқпайды емес. Сен бұған оны үйретсең, бұл өмір бақи Аллаға не істеп өтеді? Сыйынып өтеді. Маңызды ма? Маңызды. Мен жай ғана қарапайым нелерін айтып отырмын. Жай ғана қарапайым қысқа күнделікті оқып жүрген сүрелерді айтып отырмын. Мәселен, Аср сүресінде. Аср сүресінде адамзат баласының барлығының зарарда болатынын айтқан. Тек 4 сипаты бар адамдар ғана бұған кірмейді деген. Біріншісі кім? Иман келтіргендер. Салих амал жасағандар, ізгі амал жасағандар. Ақиқатты өсиет еткендер және сабырды бір-біріне өсиет еткендер. Балаға бұны айтсаңыз, бала ұқпай ба? Ұқпайтын құлақ жоқ емес, айтпайтын адам бар. Сондықтан сіз бен біз бұлай деп ойлаймыз. Адамдардың бәрі оңбаған, адамдардың бәрін түзеу керек. Сен бірінші балаңды түзеу ал. Сен әуелі өзіңнің жаныңдағы қойныңда жатқан әйеліңді түзеу ал. Біреулердің әйелін не қыласың? Себебі сен бірінші солардан сұраласың, ақымақ болма. Көршінің қатынынан сұралмайсың сен. Көршінің қатыны аты кім деп те сұрамайды сенен ешкім. Ақымақ болмау керек. Әркім өзінің жауапкершілігін білуі тиіс. Сен бірінші аманатынан сұраласың. Аманатында кім? Неке қиып, некелескен жұбайың сені сұралатын. Соған не үйреттің, не алдың? Одан туған балаң сұраласың. Өзіңмен түрге бірге туған бауырың, өзіңнің әкең, шешең сол маңайдан сұраласың әуелі. Сіз екеуміз басшы емеспіз ғой. Бүкіл Алматы бізден сұралады. Алматының әкімі емес соң. Алматының әкімі өзіне не қылып береді? Жауап береді өзі. Сен өзің үшін жауап бересің. Сондықтан әуелі өзіңіздің бала-шағаңызға үйретіңіз. Бір ғана Фатиха сүресінің мазмұнын үйреттіңіз ба? Ияка набуду ва ияка настаин деп түсірдіңіз ба? Ияка набуду ва ияка настаин. Тек саған құлшылық қыламыз. Тек сенен жәрдем тілейміз деген нәрсені түсіндірдіңіз ба? Алладан басқа ешкімге құл болмау керек деген үйреттіңіз ба?
Алладан басқа ешкімге құл болмайтындығын түсінген бала бар ғой. Нағыз бала болады. Дүниенің соңына ермейді. Ертең қатынның соңына еріп кетпейді. Саған пайдасы тиетін адам болады. Сен сол екі ияка набуду мен ияка настаинның арасында жүру керектігін үйреттіңіз ба балаңызға? Яғни әуелі құлшылық жасау керек, содан кейін Аллаға сыйыну керек. Бұл екеуінің ортасында жүру керек адам. Құлшылық пен сыйынудың ортасында жүру керектігін үйреттіңіз ба? Күніге 40 рет оқисыз. 40 рет оқисыз. Әрине мен нені айтып отырмын? Сүннет оқитын адам болсаңыз. Одан да көп оқитын шығарсыз. Бұл Құрандағы түсудегі мақсат, сен амал етсін, оқысын деп Алла түсіріп жатыр. Не емес, бұл тақпақ емес. Қайталап күнде оқитын. Оның мазмұнын түсіну керек. Оған мазмұнын не қылуымыз керек? Өзгеге де үйретуіміз керек. Құранда көп. Сіздің балаңызға да керек әңгіме табылады. Сіздің әйеліңізге де керекті әңгіме табылады. Өзіңізге керекті әңгіме табылады. Ағайын туысқа да айтылатын әңгіме табылады. Имам Абу Юсуф айтады, бір жерде отырған кезде тек ғылымнан сөз қозға дейді. Түсіндіңіз ба? Саған пайдасы тиетіндер сенімен бірге қалады. Ғылымды жақсы көрмейтіндер мәжілістен ұзақтап кете береді, сенімен ешқандай байланысы болмайды. Солай ғой. Мысалы, мен сіздің жаныңызға отырып алып, сіз білмейтін тақырып жайлы айта берсем, не қыласыз? Бір 10-15 минуттан кейін шаршайсың, не қыласың, орнынан тұрып кетіп қаласың. Не қылмайсың, жүйкең оған шыдамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның біреудің мұсылман болып өтуіне тырысқандығы соншалықты, өзінің көкесі Абу Лахабқа не деген? Бір ла иляха иллаллах деп айтшы деген. Бір ла иляха иллаллах деп айтшы. Көкесі ауырып жатқан кезде, Абу Талиб ауырып жатқан кезде, өлім аузында жатқан кезде айтқан, бір рет ла иляха иллаллах деп айтшы, мен соны, осы сөзімді мен Алланың алдында куәлік етейін. Бұл сөзді айтты деп. Абу Лахаб не деген? Егер Құрайш осы сөзді қорыққаннан айтты деп айтпаса, қорыққан айтты деп тілге тиек етпесе, мен сенің айтқаныңды істер едім деген. Алла тағала сонан кейін аят түсірген, білесіз бе не деген? Иннака ла тахди мен ахбабт. Ей Мұхаммед, сен өзінің жақсы көрген кісіңді тура жолға сала алмайсың. Валакинналлаха яхди мен яша. Тек Алла тағала ғана өзінің қалағанын тура жолға салады. Ваху алам бил мухтадин. Себебі Алла тура жолға түскендерді өзгеден артық білуші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірақ не істеген? Қолынан келген нәрсенің барлығын жасаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрбір адамның үйіне кіріп шыққан, Меккедегі адамның есігін қағып, өзінің пайғамбар екендігін айтып шыққан. Шариғаттың парыз екендігін, Алла тағалаға иман келтірудің қажеттілігін айтып шыққан. Сенесіз ба? Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұртқа уағыз айтатын болған, Абу Лахаб қыр соңынан қалмай жүріп отыратын болған. Пайғамбарымыз барып айтып кетеді, Абу Лахаб айтады, мынау өтірік айтады. Дінге қарсы не істеген? Дінге қарсы әрекет жасаған, дінге қарсы бүкіл қайрат жігерін соған жұмсаған, пайғамбарымыздың дағуаты жайылмас үшін. Сіз бен біз сол Абу Лахабтың ісін істей алмай жүрміз. Жүгіргендей жүгірмей жүрміз. Ол өшірем деп жүгіріп жүр. Сен неге өсірем деп жүгірмейсің? Ол өшірем деп жүгірді ғой. Өзінде лайықты жазасын алды. Сіз бен біз оны өсірем деп не қылуымыз керек? Жанталасу керек. Себебі сіз екеумізді білесіз бе? Неге біз екеуміз, сіз екеуміз неге бұл нәрсеге мән бермейміз? Себебі бұл сіз екеумізге дерт емес. Сіз екеуміз не емес? Дерт емес. Дерт болып ішіңе түскен кезде ғана бұл дерт не қылады? Адамды қозғайды. Түріктер айтады, дерт адамға тіл бітіреді дейді. Дерт адамға не бітіреді? Тіл бітіреді.
Дерттенсең, ішіңде дертің болса, сен бұны айтуға ұмтыласың. Мысалы, дүние табу деген дертің бар ма? Бар. Содан тұрасың сағат 7-те сүмірейіп. Қатты барғың келіп тұр ма? Жоқ. Мақсатың не? Қалтаңдағы 50 теңге, 100 теңгені қимайсың. Саудада өліп тартсасың, жан таласып бір 20 теңге үшін саудаласасың. 200 теңге, 1000 теңге үшін саудаласасың. Сондағы мақсатың не? Әйтеуір артылып қасын, біріктіріп, жинап, бір бай болайын деген үмітіңіз ғой, бар ма? Бар ғой. Ол не сіздің? Дертіңіз. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір дұға еткен дұғасы бар. Ей Алла тағала, біздің ең үлкен дертімізді, ғамымызды дүниеге етпе. Ғалымдардың да сондай бір дұғалар бар, риуаят етілген. Алла, олай бізге дерт берме. Біздің дертіміздің ең үлкен дүние қылма. Сол үшін сіз бен біз көршіңіздің мұсылман болғанына қатты көңіл бөлесіз бе? Ауырасыз ба? Мына бейшара бір мұсылман болмады ғой деп. Бір аузынан ла иляха илlallah шықпады ғой деп ауырасыз ба? Уайымдасаңыз жақсысыз. Жақсы адамсыз. Уайымдаудың өзі үлкен нәрсе. Уайымдаудың өзі үлкен нәрсе. Мына бір бейшара мұсылман болмай кетті деп, дүниеден өтті ғой деп қайғырып. Уайымдау үлкен нәрсе. Сіз бен біз, мысалы, күніге қанша адам өліп жатыр? Мұсылман өліп жатыр ма? Ол бір аузына ла иляха илlallah деген сөз айтып үлгерсе, құтылар ма еді? Құтылар еді. Құтылар еді. Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөз, кім ла иляха илlallah деп айтса, жәннатқа кіреді деген. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның берген уәдесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қажылық мезгілдерінде, қажылық маусымдарында әрбір жан-жақтан келетін араб руларына өзін ұсынатын болған. Менің өзінің руын алып кететін адам бар ма? Құрайш маған кедергі келтіріп жатыр деп айтатын болған. Бірақ өкінішке орай ешкім не қылмаған? Ешкім қабыл етпеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір уақиғасы айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккенің көшелерінің бірінде Абу Жахилмен бетпе-бет кездесіп қалды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей Абул Хакам." Абул Хакам Абу Жахилдің куниясы. "Ей Абу Жахил, кел Аллаға және оның пайғамбарының соңына ер. Сол үшін мен саған дұға етейін" деп айтты дейді. Абу Жахил айтты дейді: "Ей Мұхаммед, сен біздің тәңірлерімізге қайта тіл ұзатасың ғой. Сен біздің соған құлшылық жасауыма кедергі боласың ғой. Егер сен айтып тұрған нәрселердің ақиқат екендігін білсем, мен сенің соңыңа еш күмәнсіз ерер едім" дейді. Бұны риуаят еткен Муғира ибн Шуба деген сахаба. Ол кезде сахаба болмаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұрылып кетіп қалды дейді. Әлгі Абу Жахил Муғира ибн Шубаға қарап былай деген екен: "Мен мынаның айтқандарының дұрыс екендігін білем. Хақ екендігін де білем. Тек бір себептер бар" деп, сол себептерді айта бастаған. Неге бұған түседі, неге бізге түспейді? Бұлардың атасы кейін құтырып кетеді, ана мынау деген сияқты нәрселерді не істеген? Тізбектеп айта бастаған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соның өзіне қанша рет кездескен сәтінің барлығында мұсылман болуды не істеген? Ұсынған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір риуаят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сапарда келе жатқан кезде бір Хакам ибн Кайсан деген кісіні тұтқынға түсіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хакамды ұсынады, исламды айтады, иманды айтады. Бірақ анау не істемейді? Қабыл етпейді. Сол жерде тұрған Омар радиаллаху анху айтады: "Я Расулаллах, я Расулаллах, мұны мен неге бас қатырып сөйлесіп тұрсың мен? Мынау ешқашан мұсылман болмайды мынау. Маған рұқсат беріңіз, мен бұның басын шауып олайын. Сол бетін жәннің кеудесінен шығарып, тозақтың түбіне түссін." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тоқтатып Омарды қайтып исламды түсіндірген. Хакам есін жиып не деген?
ислам деген не деп сұраған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, алла тағалаға ешбір серік қоспастан құлшылық жасауың, Мұхаммедтің Алланың құлы және пайғамбар екендігіне куәлік келтіруің деген. Хакам сәл ойланып барып не деген, онда мен мұсылман болдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына қарап не деген, егер дәл осыдан бұрын сендердің айтқандарыңды тыңдағанымда, ол тозаққа кірер еді деп айтқан. Бұл біздің ең көп жасайтын қателігіміз. Барып бір рет айтамыз, ұқпайды. Екінші рет барып айтып көреміз, тағы да не істейді? Ұқпайды. Содан кейін қазақша қолды бір сілтейміз, білген істеші. Немесе одан бетерін айтамыз, білген боғыңды жеш деп. Одан зорын айтамыз. Адам болмаса не? Гүл бол, гүл болмасаң күл бол. Маған не дейсің? Мен саған жаным ашып айтып отыр ғой деп не істейміз? Біздің уағызымыз әжептәуір басталады, аяғы ұрысып кетеді. Әжептәуір басталып кетеді, аяғы жағы дау болып кетеді, соғыс болып кетеді аяғы жағы. Түсінікті? Мен сені адам екен деп жүрсем, адам емес екенсің ғой деген сияқты әңгімелер кетіп қалады. Бұл өте маңызды нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қараңызшы, өзін өлтіруге жолға шыққан Омар ибн Хаттабтан үмітін үзбеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке фатх етілгенге дейін, Мекке алынғанға дейін зұлымдықтың барлығын жасаған, дұшпандықтың неше түрлісін жасаған Абу Жахилдің ұлы Айкримаға жолды жаппаған, хидаяттың жолын жаппаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хамзаны шахид еткен, Уақшиге не істемеген, хидаяттың жолын жаппаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкесі Хамзаның ішін жарып, бауырын жеген Хинд, Абу Суфиянның әйелі, Хиндті де кешіре білген. Түсіндіңіз ба? Дін деген осылай. Сенің жоқ, әңгіме жұмсақтықта емес. Сенің зарарыңа тиетін нәрселер болып отыр ғой мұнда. Сен солардың барлығын үстінен аттап, дін үшін, Құдай үшін, оның мұсылман болуын, хидаятқа келуін тілеп жүрсің. Оңай ма? Не то, что сен бауырыңды өлтірген адам. Сенің қойыңды ұрлап кеткен адамды кешірбейсің ғой сен? Өмір бақи. Ұстасам мойныңды үзем деп. Солай дейміз ба? Дейміз ғой, өмір бақи ұстасып өтеміз. Оны ұстасқан, оны мұсылман болу өлеме, кәпір болу өлеме, еш шаруаң жоқ сенің. Себебі ішкі жан дүниеңде не бар? Әлгі саған тиесілі дүниені алғанда, содан жаныңа бататын жерге. Себебі сенің сол дертің сол дүние. Содан мазаң кетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дерті басқа. Әрбір адамның мұсылман болып өтуіне бүкіл қайрат жігерін жұмсаған. Және соны қалаған. Мысалы сіз қараңыз, кімдерді айтып отырмын? Өзін өлтіруге шыққан Омар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір риуаят бар. Бәдәуимен жолда келе жатқанда, жорықтан келе жатқанда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір ағаштың түбіне жатқан, шеттеу тұрған. Сахабалар да жанына жақындамаған, бір еркін демалсын деп көлең. Содан бір кісі айқайдан оянып кеттік дейді сахабалар. Барсақ, бір бәдәуи тұр дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбардың қолында қылыш тұр дейді. Соны айтады, мынау деп айтты дейді, мынау. Маған келіп не деді? Ұйықтап жатсам, менің ағашта тұрған қылышымды алып, қынынан шығарып, жәнімеге түртіп мені оятты. Маған не деп айтты дейді? Сені кім құтқарады деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла деп айтқан. 3 рет сұраған, 3 ретте не деп айтқан? Алла деген. Бәдәуидің қолына қылышы қолынан түсіп кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына қылышты алып, ал енді сені кім құтқарады деген. Бәдәуи не деген? Қылышты қолына ұстаған адамдардың ең жақсысы болсай деген. Қолына қылыш тигендердің ішінде ең жақсысы болсай деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, мұсылман боласың ба деген. Қара, сразу. Момент, мұсылман боласың ба деген. О не деген? Мен мұсылман болмаймын деген. Бірақ саған уәде берем, мен саған қарсы шығып жүргендердің сапында болмаймын. Мен саған қарсы қылыш көтермеймін. Солай сөз берейін деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жарайды деп жібере салған. Кейін сол бәдәуи керемет мұсылман болған.
әлгі не? Әлгі момент, әлгі сәтті дұрыс пайдалана білген. Жұмсақтық емес, ол басқа нәрсе. Жұмсақтық деген басқа нәрсе. Ұстамдылық деген басқа нәрсе. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның несін көресіз? Ерекше бұл нәрсеге мән бергенін білесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккені фатх еткен кезде, Мәсжидул Харамда отырған кезде, Абу Бакр радиаллаху анху өзінің әкесі Абу Қухафаны көтеріп келген. Өзінің әкесін көтеріп келген. Абу Қухафа, кімнің әкесінің аты? Абу Бакрдың. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көрген бетте орнынан тұрып не деген? Ей Абу Бакр, кәртиген әкеңді осы жерге дейін әкеп шашыртпасаң қайтеді? Мен бара салатын едім ғой деген. Абу Бакр радиаллаху анху деген, я Расулалла, оның осы жерге келу сенің сол жерге баруыңнан гөрі дұрыстау дейді. Өзі келу керек бұл жерге дейді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Қухафаны алдына алдырып не деген? Ей Абу Қухафа, мұсылман бол, құтыласың деген. Ол да не деген? Табан астына куәлік келтіріп, мұсылман болғандығын айтқан. Бір жорықта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Бара ибн Азиб радиаллаху анху бір сауыт келген бір кісі келді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанына келіп айтады: я Расулалла, бірінші соғысқа кірейін, майданға кірейін, содан кейін мұсылман болайын ба деп сұрады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: жоқ, әуелі мұсылман бол, кейін майданға түс деп айтады. Кейін әлгі кісі мұсылман болды дейді. Сөйтіп соғыс майданға кірді, шәһид болды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарап не деп айтты дейді? Ол кісі жайында былай деп айтты: аз амал жасады, бірақ көп нәрсені ұтты деп айтты дейді. Көп нәрсеге қол жеткізді деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір кісіге, басқа бір риуаятта бір кісіге мұсылман бол деген. Ол деген қазір желанием жоқ деген. Мұсылман болып ондай бір ойым жоқ, ондай қалауым жоқ ондай деп те. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген, қалауың жоқ болса да мұсылман болшы деген. Бош мұсылман. Содан кейін қалған көреміз деген. Қалғанын кейін көреміз деген. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның несін көрсетеді? Әрбір адамның мұсылман болуына, куәлік келтіруіне үлкен көңіл бөлгендігін білдіреді. Мысалы, бір сахаба айтады радиаллаху анху, Тамим ибн Усейд айтады радиаллаху анху, мен өзі мұсылман емес едім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітіне кірдім, сөйтсем ол кісі неде тұр екен дейді? Құтпада тұр екен дейді. Жұма құтпасында тұр екен. Жанына келіп айтып еді: я Расулалла, дінін білмейтін бір кісі келіп тұр. Соған дінін үйретші деп сұрадым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оқып тұрған құтпасын тоқтатты дейді. Құтпадан түсіп, мінберден түсіп, жаныма келіп, исламды үйретті дейді. Біраз қысқа нұсқа айтқан соң, қайтып құтпаға шығып, ары қарай өзінің құтпасын жалғастырды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл келтіріп жатқан риуаяттардың барлығы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тәблиғ жасауда, дінді жаюда жұмсаған қажыр қайратын, сарп еткен еңбегін көрсетеді. Дәп осындай болмаса да сіз бен бізде не болу керек? Сәл әрекет болу керек. Сіз екеуміз Қазақстанды құтқармасақ та, өзіміздің отбасымызды, өзіміздің көшені, өзіміздің ағайынды құтқаруымыз керек. Сен қалай разы боласың өзіңнің ағайынның тозақта жанып жатуына? Миың ала ма? Мынау көтере ма мынау? Біреулер бүйтіп ойлайтын шығарсыздар. Ойға барған соң үйтіп күн көріп кетерміз. Олай емес. Бір ағайыным айтып отырса, маған айтады: көппен көрген ол той бара көріміз деп. Сен тойға баратқан жоқсың ойға. Бір түгі жоқ жерге баратқан жоқпыз, әйтеуір егін егіп, мал бағып, үйтіп күн көріп кетеміз деген емес жер емес ол. Көбісі солай ойлайды. Өзің ойласаңшы, тозақтың ең төменгі азабы аяғынан шоқтан аяқ киім кигізеді дейді кейбіс. Миың қайнайды дейді. Бұл ең несі? Ең төмені, ең жеңілі. Құран кәрімдегі тозақ жайындағы аяттарды оқысаң, шашың тұрып жатады. Егер мағынасын түссең, шынымен қорыққан кісінің шашы тұрады, білесіз бе? Сол үшін Алла тағала сол үшін айтады Құран кәрімде, олардың несі? Терілері не қылады дейді? Тітіркенеді дейді. Алланың нелерін оқыған кезде, аяттарын оқыған кезде, бұл мұъминдердің Құран кәрімде айтылған бір сипаты.
Сол үшін құрметті жамағат, әркім өзінің шеңберінде дәрежесі жететінінде не қылу керек? Әрекет жасауы керек. Ең болмаса не дейсіз? Мен айтқанмын дейсіз. Біздің үлкен ғалымдарымыздың біреуі айтады, жылау, Аллаға күнәларың үшін тәубе етіп жылаңдар деген. Жылай алмасаңдар, тіпті болмаса жылауға не істеңдер? Әрекет жасаңдар, ертең Алла сұрағанда не дейміз? Ең болмаса жылауға тырыстық болмады, өзің білесің ғой. Қолымыздан келген не істедік? Жасадық дейді. Ең болмаса айтатын нең болу керек? Сылтауың болу керек. Мен бұл дінді айтқанмын, ешкім тыңдамады. Хидаятты беретін сенсің, мен емеспін, өзің айтқандай. Бірақ мен өзімнің мойныма түскен міндетті атқардым деп айта алатындай бетің болу керек. Сондықтан құрметті жамағат, өзіміздің білетін кәлима-и шахадатты, фатиха, ықылас, аср, қарапайым нәрселерді өзіміздің бала-шағамызға үйретуіміз қажет екен. Себебі балаңа бір фатиха мен ықыласты үйретсең бар, ең болмаса саған Құран бағыштайды, өліп қалған соң. Әкем үйретіп еді. Себебі сен ең мұқтаж болатын нәрсе де сол өлгеннен кейін. Саған олар не қыламайды? Сен өлген соң еш нәрсе жасай алмайды, тек дұғадан басқа. Сол үшін өзіңнің қамыңды өзің жаса. Өзіңнің қамыңды өзің жасап кет. Әрине өзің үшін. Бұл дүниеде болып жатқан нәрсенің бәрі өзің үшін. Намаз оқысаң да өзің үшін, ораза ұстасаң да өзің үшін, қажылыққа барсаң да өзің үшін, бәрі өзің үшін, бәрі өзіңнің пайдаң үшін. Сондықтан өзіңнің қамыңды ертеректен қамданғаның дұрыс болады. Сұрақтарыңыз бар ма? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله